Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Бисмиллах деп кіріп келген 2021 жылыңыз құтты берекелі болсын. Алланың қалауымен мінекей Харекет қайырымдылық қоры 3 жыл мерзім ішінде 400 баспанаға жеткізіп, мінекей 3 жылдығымызды әдемі қарсы алып алдық. Харекет қайырымдылық қоры 2017 жылы 7 октябрь күні Харекет деген құжатын қолға алдық, Алланың қалауымен. Ең бірінші баспанамызды 2017 жылы 15 декабрь күні Қарағанды облысы Сәтпаев қаласында табыстадық, Алланың қалауымен. 2018 жылы Харекет қайырымдылық қоры 60 баспанамен жапқан болатын бір жылдықты. Екінші жылдықты 2019 жылы 31 декабрь күні 100 баспанамен жаптық. Ол да бір сіздердің осы қазағымыздың үлкен дархан жүрегі, мейірімді халқымыздың арқасында, сіздердің арқаларыңызда. Аллаға мыңда бір шүкір. Мінекей осы 2020 жылы Харекет қайырымдылық қоры желтоқсан айында 60 баспана табыстап, мінекей 400 баспанаға жеткіздік. Бұл үлкен жетістікке сіздердің қолдауларыңызбен жеттік. 2020 жылы мінекей бір жылдың ішінде 240 баспана табысталды. Барлық мақтау мадақтар Аллах тағалаға болсын. Барлық ай сайын, апта сайын, күн сайын Харекет қорына қолдау көрсетіп жүрген барлық қазақ еліме, барлық халқымызға мың алғыс айтамыз. Барлықтарыңызға Алла разы болсын, Алланың нұр жаусын. Мінекей бүгін желтоқсан айының 8 күні, жұма күні, баршаңызға жұма мүбәрак болсын деп отыра, 2021 жылғы бірінші баспанамызды мінекей қасында тұрған апайымыз өте батыр ана, 4 баласы бар. Мына тағдырдың үлкен сынағына мойынсұнбай, өзі осы 4 баланы бағып, қағып, үлкен жетістіктерге жеткізіп, осы үлкен sıнақты көтеріп отырған осы анамызға бұйырып тұр екен. Мінекей 401 баспанамыздың кілті Алланың қалауымен осы Сәуле ханымға табыстаймыз. Құтты болсын. Бірінші Аллаға сәлесі шүкіршілік айтамын. Харекет ұжымдарына, басшысы Гүлмира Мұхамызына Алла разы болсын. Сіздердің халыққа жасаған жақсылықтарыңыз Алла сіздерге еселеп берсін. Халқыма да рахмет. Шүкір. Аллаға санды шүкір. 20 жыл бойы осы баспана болуды армандап келіп едім. Санды шүкір Аллаға. Еңбектеріңіз еселей берсін. Жұмыстарыңыз Аллаға тартсын. Шексіз ризамын сіздерге. Гүлмира Мұхаммед соны келіп, сіз осылай кілтті табыс етіп, құрметтеген сізге алғысым шексіз. Алла сізге разы болсын.